Мақсатыңызға жетіп, өзіңізді өзгеше қырыңыздан танығыңыз келсе, онда жоспар құрып, жаман әдеттерді тиіп, әрекетіңізді жүйелеңіз. Өміріңіз мәндірек, сәндірек бола түсетіні белгілі. Барлығы өз қолыңызда, тек соны пайдалана білсеңіз болғаны. Олай болса, мына кеңесімізге құлақ түре отырыңыз. Бәлкім сізге бір көмегі тиіп қалар. Бірінші, жоспар құрыңыз. Құр қиялға берілмеңіз. Іс-әрекетпен жұмыс істеңіз. Нақты жоспар құрыңыз. Күн сайын жаттығыңыз, кітап оқыңыз, серуенге шығыңыз. Екінші, жарқын сәтті өзіңіз жасаңыз. Жарқын сәт бұл жемісті жеңіс шағы. Әр жеңіс адамды өзгерте түседі. Рух күш береді. Жеңісті үнем іздеп жүру керек. Мысалы, рухани байлығыңыз келсе, бір уақыт тауып кітап оқыңыз. Әртүрлі жанрдағы шығармалар мен зияткерлігіңізді дамытатын кітаптармен сусындаңыз. Соңында, бұрын-соңды мән бермеген заттарға басқа қырынан танып, өзіңіздің ақылыңыздың еселенетінін бірте-бірте байқайсыз. Үшінші, мақсатыңызды суреттей біліңіз. Өз мақсатыңыздың суретін ақ параққа салып қойыңыз. Мысалы, іскер боламын десеңіз, оған жетер жолды жол картасы секілді бейнелеңіз. Сонда барар межеңізге әлі қанша қадам бар екенін шамалап отырасыз. Төртінші, іс-әрекетті өзгертіңіз. Егер өзіңіз арыла алмай жүрген әдетіңіз болса, оны басқа әрекетпен алмастырыңыз. Мәселен, ағзаңызға зиян келтіретін өнімдерді көп тұтынатын болсаңыз, тіпті оларсыз күніңіз елестете алмайтын болсаңыз, сізге мынадай кеңес береміз. Бұл тағамдарды аптасына тек 3 рет қана жеңіз де, бір рет спортзалға барып, денеңізді шынықтырып тұрыңыз. Кейін уақыт өте келе орындарын алмастырыңыз. Яғни аптасына 3 рет спортзалға барып, бір рет сүйікті тағамдарыңызбен өзіңізді бір еркелетіп алыңыз. Бесінші, жағдайға қарап жұмыс істеңіз. Егер жағдай аяқ астынан өзгеретін болса, сіздің мінезіңіз де өзгереді. Не көңіл күйіңіз түседі, не ашуланасыз. Бұны психологиялық жолмен өзгертуге болады. Өзіңізді сабырға шақырыңыз. Неге бұлай болады, бұлай болмағанда, бұлай болатын еді ғой дегенді доғарыңыз. Өткенге өкінуге жол жоқ, уақыт жоқ. Алтыншы, әдеттеріңізді бірізге салыңыз. Хобби, машық деген дүниелер өз уақыты мен өз кеңістігінде болуы керек. Мәселен, жұмыс үстелінде әлеуметтік желіде емес, жұмыспен отырыңыз. Жетінші, өзіңіз секілді жанды іздеңіз. Бұның махаббатқа тым қатысы жоқ. Бұл жеке өзіңізге қатысты. Өзімді өзгертемін десеңіз, сізден де көргені мен білгені көп, және сізден де биік ойлайтын достарыңыздың болғаны дұрыс. Спортзалда шынығып жүріп, сіз секілді мақсат құрған адам болса, кеңес сұрап, ой бөлсе жүріңіз.